Армысыздар студенттер, қалдарыңыз қалай? Міне жаңа тақырыпта басталды. Осы аптаның тақырыбы, келесі семинардың тақырыбы өнер философиясы болып табылады. Бұл рет тәртібі бойынша 10-шы дәріс. Енді дәрістің жоспарына келсек, бірінші эстетика, әсемдік және өнердің арақатынасы, екінші эстетикалық сана және оның құрылымы мен деңгейлері, одан кейін өнердің жалпы сипаттамасы, өнердің қызметтері мен түрлері. Біз бірден суға қойып кеткендей өнерден бастамаймыз. Алдымен эстетика, үйлесімділік, жарасымдылық, әсемдік мәселелерін қозғай отырып өнерге өткеніміз жөн болар деп ойлаймын. Неге десеңіздер, сол өнердің өзегі, тамыры осы эстетика болып саналады. Эстетикалық санасыз өнердің өрлеуі өте қиын болмақ. Өнерді түсінудің алғы шарты әуелі осы эстетика мен әсемдікті түсінуден басталады емес пе? Ескерте кететін бір жайт, мен мұнда жазылғандардың барлығын оқып беретін болсам, сіздердің уақыттарыңызды ұрлаған болып саналам. Сондықтан осындай бұдан да жаңағы мол мәтінмен жазылған жерлерге келгенде өздеріңіз паузаға қойып оқып алсаңыздар болады. Не болмаса скриншот жасап асықпай қарағандарыңыз дұрыс болады. Ал жалғастырайық. Барлықтарыңыз білесіздер, болмыс тақырыбын өткен болатынбыз кезінде, естеріңізге түсіріңіздер. Сол кезде рухани болмыс жайлы біраз ойлар айтқанбыз. Ол бекерден бекер айтылған жоқ. Мен сол кезде айтқан болатым, алдарыңыздан шығады бұл. Одан кейін сана тақырыбын қарастырғанбыз. Сана тақырыбын айтқанда қоғамдық сананың формаларына айрықша тоқталдық. Ол кезде де айтқан, бұл сабақтасқан түрде жалғасады. Бұдан кейінгі тақырыптарда белгі бір органикалық байланыста деп, міне соған куә болып отырсыздар. Себебі эстетика, осы сияқты өнер қоғамдық сананың үлкен бір формасы болып саналады екен. Тек қана формасы емес, ол бастапқы формасы десек болады. Сонау адамзат дамуының бастауынан бері келе жатқан. Енді әр форма өзінше бейнелейді ғой шындық дүниені. Өзінше бейнелейді. Сананың басты қасиеті болмыстың миллиондаған заттарын, сыртқы дүниенің заттары мен құбылыстарын мида бейнелеу емес пе? Енді қалай бейнелейді сонда өнер? Өнер образдар арқылы бейнелейді екен. Образдар арқылы, нақтылап айтсақ, типтік образдар арқылы эстетикалық көркемдік сезімдер тудыра отырып бейнелейді екен. Бұл бейнелеу адам үшін әлбетте өте қажет. Тарихына тоқталатын болсақ, сонау алғашқы қауымдық құрылыста пайда болған, бірте-бірте дамып, антика дәуірінде өзіндік қасиеттерге ие бола бастады. Дегенмен ол кезде жалпылама түрде барлығы өнер деп саналған. Үй салу, кемемен жүзу, дәрігерлік іс болсын, философия, риторика, поэзия барлығы өнер болды. Қол өнер барлығы. Енді уақыт өте келе жай әншейін нәрсе емес, айрықша, ерекше сөйлеу, шешендікпен сөйлеу бөлініп шыға бастады. Жай ғана қол өнер емес, өте ерекше, керемет, ғажап, сәнді, жалт-жұлт еткен, зерлі, оюлы, бедерлі қол өнердің бұйымдары және соның шеберлері бөлініп шыға бастады. Міне осылайша өнердің алғышарттары қалыптасқан екен. Бұйымдар мен әрекеттердің утилитарлығы ғана емес, уникалдығы өнердің өнуіне ықпал еткен екен. Осылайша
өнер өз қалыптасуының бастауын бастан кешіреді. Сөйтіп табиғатты өңдеуге кіріседі, әртүрлі жолдарды қарастырып, құралдарды іздестіреді, заттарды пайдаланады, бірақ оның басқа әдісін тәжірибені өткізуге тырысады, жеңілдетуге ұмтылады істерін. Сөйтіп, алғашқы қауымдық технология да пайда болады. Одан сайын адамның жасаған өнімдері жетіле түседі, шеберлік ұштала береді. Сөйтіп, дизайн пайда болады. Тек қана пайдалылық емес, көрер көзге әдемі, ыңғайлы, комфортты болған басты орынға шыға бастайды. Бұйымдардың, заттардың, не осылайша өнердің алғы шарттары қалыптаса бастайды екен. Эстетикалық әсемдік жайына келетін болсақ, бұл антикалық кезеңнен бастау алады. Сонау Платон, Аристотельдердің кезінен мимесис, катарсис деген ұғымдардан алынады екен. Мимесис еліктеу, катарсис тазару. Осылайша бұны стоиктер де біраз қарастырады, тіпті софистер де бұл мәселені қарастырады. Орта ғасырда діни тұрғыдан қарастырылады. Дегенмен де 18 ғасырда немістің философы Баумгартен сол сезімдік таным теориясын зерттейтін арнайы бір философияның бөлімін құруды көздеп эстетика терминін енгізген. Содан бері эстетика осы күнге дейін айтылып келеді. Сезімдік танымның кемелденуі әсемдік болып саналады екен. Ойлап көріңіздерші, сезімдік танымның жетілуі әсемдік. Қандай тамаша. Ал әсемдіктің тұрағы не? Әсемдіктің тұрағы әлем деп айтылған болатын антика кезінде. Ал енді одан кейінгі бұл кезде, Баумгартен кезінде, әсемдіктің тұрағы өнер деп түсініле бастады. Яғни әсемдіктің тұрағы адамның шығармашылық қызметінің нәтижесі өнер болып саналады екен. Ақиқат әлемге, ал әсемдік адамға қарата айтыла бастаған екен. Әрине көптеген ойлар болды. Шлегель, романтик болған, идеалист Фишер, кейіннен неокантиандық Коген бұл ойларды дамытып, таза өнерге қатысты эстетикалық теориялар келтіре бастады. Әсемдік ақиқат пен қайырымдылықтан да жоғары қойылды. Көріп отырсыздар ма? Ақиқаттан да, қайырымдылықтан да жоғары қойылыпты. Кроченің тұжырымына сәйкес, өнер танымнан да, моральдан да тыс тұрған өз алдына жеке реалдылық екен. Кроченің айтуынша, яғни танымнан да, моральдан да тыс тұрған екен. Бодлер, Оскар Уальдтар болса, рухтың ақиқат әлемі, болмыстың жоғарғы шындығы өнер әлемі депті. Шеллинг, бұл кісі алдағы уақытта да көп сөз болады, өте ерекше кісі. Шеллинг болса, тек эстетикалық қана мәдениеттің тұтастығын қамтамасыз ете алады дейді. Бұл жерде баса мән бергендеріңізді қалаймын. Эстетикалылық дегенді эстетичность деп түсінгендеріңіз абзал. Сол эстетичность, яғни эстетикалылық мәдениеттің тұтастығын қамтамасыз етеді екен. Сипаттарына келетін болсақ, мәдениетте 3 саланы бөлеміз. Негізінен материалдық, рухани, көркем саланы. Енді ол көркем мәдениет туындайды бұдан. Ал көркем мәдениеттің өзі де өнер болып саналады екен. Әлемде эстетикалық игерудің ең жоғары және күрделі формасы болып саналады екен, сонымен қатар өнер. Қажет жерін скриндеп қойсаңыздар болады. Сөйтіп енді сананың ерекше бір формасына енді шұқшиып тұрып қарайық. Эстетикалық сана.
бұл рухани мәдениеттің феномен екен. Гегель атап көрсеткендей, сезімсіз ақылдың өмірі жоқ болатын сияқты, еріксіз ақылдың күші де жоқ болады екен. Екінші абзацқа қарасақ, Гүлжихан Нұрышев апайларыңыздың кітабынан алынған эстетикалық сана адам өзі өмір сүріп отырған шындықтың құбылыстарын әсемдік пен ұсқынсыздық, трагикалық пен комикалық тұрғысынан бейнелейтін эстетикалық түсініктер жиынтығы болып саналады екен. Ал енді өнер эстетикалық сананы негізгі мақсатқа айналдыратын адам қызметінің кәсіби аясы болып саналады. Басқа сөзбен айтсақ, эстетикалық дәннен нақты туынды нәтиже жеміс өсіп шыққандағы адамның шығармашылық қызметінің көрінісі болып саналады екен өнер. Бұл жерден енді эстетикалық сананың құрылымын көріп отырсыздар. Бұған не кіреді? Заттар мен құбылыстардың эстетикалық құндылығын, сонымен қатар адамның эстетикалық практикасын, адам жасаған заттардың, табиғат құбылыстарының, адамдардың арасындағы қатынастардың әдемілігін, ұсқынсыздық және әсемдік, асқақтық және төмендік, трагикалық және комикалық тұрғысынан бейнелейтін көзқарастар, сезімдер, талғамдар мен пікірлер, түсініктер, теориялар және идеялар кіреді екен. Осылар қамтиды екен. Деңгейлері, эстетикалық сананың деңгейлері психологиялық, теориялық, идеологиялық болады екен. Енді көріп отырсыздар, психологияға сезімдер, талғамдар, теориялық, идеологиялық идеялар, теориялар секілді кіріп кетеді екен. Принциптер, доктриналар. Бұл өте ерекше сала, яғни эстетикалық сана практикалық қызметте ғана емес, өнерде де көрініс табады. Әрине өнерде көрініс табады, себебі ерекше сала. Өнердің қоршаған дүниені бейнелеу екені сөзсіз. Бірақ өнер туындыларында елестетудің жасампаз күші ерекше байқалады. Бұл туралы Гүлжихан апайымыз Канттың ойын келтіріпті. Біз материалды табиғаттан алғанымызбен, бұл материал мүлдем басқа нәрсеге, атап айтқанда табиғаттан асып кететін нәрсеге өңделуі мүмкін деген екен. Енді үйлесімділік, эстетикалық жайына келсек, енді өнер адамдары, бүкіл суретші, музыкант, философ, ақындар үйлесімділікті іздейді, әр жерден іздейді. Бұл алуан түрліліктің тұтастығы болып саналады. Табиғаттағы үйлесімділік, ырғақ, тепе-теңдік, заңдылық, бұлардың барлығы негізінен әсем нәрселер, үйлесімділік. Сонымен эстетикалық бұл әсемдікке, тұрпайылыққа, асқақтыққа, таяздыққа, тағы сол сияқтыларға тән жалпылықты бейнелейтін эстетиканың ең кең және фундаменталдық категориясы болып саналады екен. Бұл жерден де көріп отырсыздар, эстетикалық әсемдік мәселелерін, бүкіл рухани өмір жайын скрин жасап алсаңыздар болады. Енді мына софистерге қатысты айта кетсек, жаңа айтып өткен болатынмын софистер жайында. Бұлардың енді жазғаның іште мына мен маркерлеп кеткен бір-екеуін оқып кеткенім дұрыс. Әшекейлермен безену, иіссуларды жағу, алтын заттарды тағу еркек үшін тұрпайы, ал әйел үшін әсем. Достарыңа жақсылық жасау әсем, ал жауларыңа жақсылық жасау тұрпайы. Достарың мен азаматтарды өлтіру тұрпайы, ал дұшпандарды өлтіру әдемі. Сонау 2,5 жыл бұрын жазылып кеткен, әлі құнын жоймай келе жатқан асыл ойлар. Көптеген мәселелерді айтуға болады. Аксиологиялық пікірлер,
аксиология жайында өткенбіз. Естеріңізге түсіріп отырыңыздар. Яғни Византияда, Испания, Ақшта әр жерде, әр кезде де айтылған Дионисия Ареопагит, Леония Эрео, Сантаяна секілді кісілер айтып кеткен болатын. Мысалы, Сантаяна сұлулық идеалдың көрінісі, құдіретті парасаттың символы болып табылады деген екен. Гегель де айтып өткен болатын. Гегель де әсемдікті эстетиканың маңызды категориясы ретінде сипаттап кеткен екен. Негізінен Гегель өте ерекше кісі болған. Бұл кісінің тек қана осы өнер философиясында емес, дін философиясында, құқық философиясында, философияның басқа да көптеген құрылымдық бөлімдерінде қалдырған ізі орасан зор. Чернышевскийге қатысты айтсақ, әсемдік бұл өмір деп қана қысқа қайырайық. Бұл қалғандарын оқып отырсыздар. Және бұл жерде жоқ, алдағы уақытта кездесетін бір бәріміз әр жерден естіп жүрген, орысша айтқанда красота спасет мир деген сөзді міне осы Чернышевский өмірге алып келген болатын. Борев әсемдіктің негізінен 4 парадигмасын келтіреді. Қарап алыңыздар, осы парадигмаларға сәйкес оның әртүрлі вариациялығын көруімізге болады екен. Енді әлбетте эстетика, этика, өнер сіздерге тақтаға сызып көрсеткендей Мерседестің 3 жұлдызды логотипі сияқты. Этикамен қалай байланысты болса, өнермен де солай тығыз байланысты болып саналады. Бұдан біздің рухымыз аспанға, әуеге көтеріледі, жанымыз тазаланады екен, арымыз тазаланады. Осыдан не келеді? Имандылық келеді екен. Ибраттылық, тәрбиенің қайнары осылар болып саналады. Енді бұл бірден түсінікті деп ойлаймын. Қарай салып байланысын бірден аңғарамыз. Өнер ілімі болып табылады ғой, былайша айтқанда эстетика. Бұның енді ерекшелігі зор. Негізі осы Алматының өзінде, колледждерді айтпағанның өзінде өнерге қатысты Жүргенов атындағы өнер академиясы, Құрманғазы атындағы консерватория секілді оқу ордалары енді негізінен жұмыстарын осы салада жүргізеді деп айтсақ, артық айтқандық емес. Енді сұлулық, әсемдік, бұлардың барлығы да өте бір ерекше нәрселер. Эстетикалық мәдениет саласы өз құрамына материалдық мәдениетке де, рухани мәдениетке де қатысты нәрселерді енгізеді. Бұл мағынада эстетикалық мәдениеттің универсалдылығы айдан анық деп көрсеткен екен Тұрсын Хафизович Хавитов ағамыз. Әлбетте, өнер мен сезім бір-бірінен ажырағысыз. Өнер адамдары біреуі әуенге, құйқылжыған, әуезді үнге құлақ асып, өзі туынды алып келсе, кейбіреуі малынып тұрған қызылды жасылды түстерге қарап, сұлықпен шабыттанып, неше түрлі живопистерді өмірге алып келеді. Сазгер табиғаттың картинасын естіп қабылдайды, ал суретші табиғаттың картинасын көріп қабылдайды. Не осылайша эстетикалық ләззат ала отырып, өздері де бір жасампаздыққа
егартады, дүние келтіреді әлемге. Бірдей қабылдағанымен әрқайсысы әртүрлі бейнелейді. Бұның өзі поливариация. Адамзатқа керегі де осы. Өнердің мәніне келсек, бұл жерде жаңағы Тұрсын ағамыздың айтқан ойы, өнер еңбектің, моральдың, діннің қызмет етуін қамтамасыз ететін әрекет түрлерінен жоғары тұрады деп көрсеткен. Келісуге болады. Сондықтан да ең алдымен өнердің нені білдіретін ұғынып алу қажет дейді екен да марқұм Бекет Ғалымжан Нұржанов ағамыздың айтқан өте келелі ойын келтіреді. Ол кісі өнер терминін екі мағынада алған екен, кең және тар мағынасында. Кең мағынасында өнер адамның барлық шығармашылық жасампаз әрекетін білдіреді. Бұл мағынада өндіріс те, тіпті дін де өнердің формалары болып саналады екен. Ал тар мағынасында әртүрлі формалардағы көркем шығармашылықтың нәтижелері мен процестері болып саналады екен. Енді нәтиже түсінікті деп ойлаймын. Процесс болса сол жаңағы істің өзі, мысалы бейнелеу өнері, музыкадағы әрекет, тағысын тағылар. Осындай үлкен түсінуге өте ыңғайлы, оймақтай әдемі ойды айтқан екен. Өнер мен ғылымның байланысына келсек, енді түсінікті, ғылым қандай да бір методтармен, әдістермен жұмыс жасайды, ал өнер бағана айтып өткеніміздей образдар арқылы жұмыс жасайды екен. Образдар арқылы өз әрекетін жүргізеді десек те болады. Негізі байланысты жоққа шығаруға болмайды. Байланыс бар. Дублер. Тұрсын Хафизовичтің көрсеткені дублерлары. Өнер бұл таным. Әлемді танытатын ғылымдар да бар. Соған қарамастан өнер таным. Өнер ол тәрбие. Арнайы тәрбиеге арналған педагогика болса да, сонда да өнер тәрбие. Тіл және ақпарат құралы. Сондай құралдар болса да, өнер бәрібірде одан ақпарат құралы, тіл құралы болуын тоқтатпайды. Өнер әрекет. Әрекеттің төресі еңбек дегенмен, ән айтсаң да жаныңды жеп айтасың демекші, өнер ол әрекет болуын тоқтатпайды екен. Үлгілейді көптеген мәселелерді, көптеген формаларды үлгілейді. Жалпы алғанда эстетикалық және гедонистік функцияларын көреді екенбіз. Енді эвдемонизммен бірге айтып кеткен болатынмын кезінде. Гедонизм. Енді өздеріңіз ойлаңыздар, тойда, тамада қоғамдық сананың қандай формасын қолданады? Әрине өнерді. Той басталып, аяқталғанша өнер, би, музыка, әуен, тапқыр сөздер. Ал тойдың үстінде шашу шашылып жатса, идеологияны қолдана ма? Қоғамдық сананың келесі формасы саясатты қолдана ма тойда? Әрине жоқ. Әрине ғылымды да қолданбайды, өнерді қолданады екен. Сондықтан гедонистілік бұл өнерді бірден бір айшықтайтын, ерекшелейтін нәрсе болып саналады. Сол туралы жалғасы шаттана отырып таниды, көңілді көтере отырып таниды, қажетінше эмоцияға беріле отырып. Трагизм да бар әрине арасында. Дегенмен өнер
гедонизм екеуі ажырағысыз десек те болады. Өнер тұлғаға тікелей қатысты. Скриншот жасап алсаңыздар болады. Бұл жерде де негізінен тұлға ғой, субъект, фигура, суреткер басты рөлді атқарады. Өнер, аудитория және көркемдік идея. Өнер өзінің аудиториясына тұлғалық формаға көркемдік идеяларды игере отырып, оқырмандарды, көрермендерді, тыңдармандарды барлығын тартады екен. Ол шындық. Өнерге тартылады. Мәжбүрлемесе де, ерікті түрде іздеп келіп тартылады. Себебі бұл өнер. Қаншама стадиондар. Бізде енді ондай стадион жоқ, шетелді қарасаңыздар 100 мыңдық стадиондар толып отырады. Сондықтан бұл өнер сондай ерекше көш. Бүкіл әлемге танытады елді. Бір ғана Димаштың өзі қазақтың даңқын аспандатты емес пе? Өнер болмыстан жоғарылатылатын кезең болады екен. Адам рухының кемеліне келген дүниеге деген іңкәр мыңдаған жылдардың шеңберінде орасан зор өнер әлемін тудырады. Бұған әдебиет, поэзия, қылқалам мен мүсін, сәулет, әуен, сымбат барлық өнер түрлерін жатқызуға болады дейді. Бұл Серік Мырзалы ағамыздың айтқаны. Яғни болмыстан да жоғары қояды екен. Болмысты вариациялайды. Көркем образдар жүйесі арқылы адамның дүние танымын, ішкі сезімін, жан дүниесіндегі құбылыстарды бейнелейтін қоғамдық сана мен адам танымының формасы бола отырып, бұл болмысты көптеген түрлерге дифференциялап көрсетеді екен. Өнер мен философияға келетін болсақ, енді ұқсастық әрине бар. Философияның қанша тұлға жазса, философияның соншама түрлері болады. Қайталанбайды. Себебі философияда рефлексия да бар, жеке даралық бар, индивидуалдылық бар, арасында субъективтілік те бар. Ал өнер саласындағы туындылар да осы сияқты. Бір-бірін қайталамайды. Тіпті ән айтқанда да біреудің әнін біреу қайталап айтқанда да ол кавер түрінде, өзгеше мақамда, өзгеше аранжировкада, өзгеше жаңағы сабақтастықта айтылады. Сондықтан байланыстылық бар. Шынайы философиялық шығармалар көркем өнердегі ұлы туындылар сияқты адамның жүрегінде, ой өрісінде өшпес із қалдырады. Оның жан дүниесін ұлылық, құлаштап жетпес биіктік, әсемдік, гармониялық сезім билейді. Философияның өнерге жақындығы дүниенің бір тұтастығын көрсету, ішке және сыртқа қарай шексіз дүниенің суретін жасау деп Серік Мырзалы ағамыз айтып кеткен. Енді өздеріңіз ойлап кетіңіздерші, балалар. Тек қана ғылыми жолмен бүкіл шексіз, шетсіз дүниені бір тұтас ретінде суреттеп көрсету мүмкін бе? Ондай ұмтылыс болғанның өзінде де бәрібір бұл жерде философия қажет екен, өнерде қажет екен. Себебі білім жетпеген жерге сезім жетеді, білім жетпеген жерге сенім жетеді. Бұл жерде көмекке әрқашанда философияда, өнерде көмекке келуге дайын тұрады екен бұл ретте. Философия мен көркем өнер.
иә, бұл жерде Платонның диалогы, Ницшенің афоризмін, Камю эсселерін, Абай өлеңі, Әуезов, Достоевский, Толстой сияқты ғұламалардың шығармаларын барлығында да әрі көркемөнер жатыр, әрі философия жатыр. Өнер мәдениеттің айнасы. Өнер көңіл күйді, сезімді білдіреді. Осыларға тікелей байланысты. Өнердің басты мақсаты қандай да бір жетілу, кемелдену үлгісін, мұратын беру, әрі соған адамды талпындыру, құштар ету. Ал енді бағана айтып өткенімде алда сөз болады деп Шеллингке тоқталайық. Шеллингтің жасаған философиялық жүйесінде өнер ерекше орын алады. Егер Кант пен Фихтенің философиясында адамның моральдық жетілуі тарихтағы негізгі нәрсе ретінде көрсетілсе, Шеллинг оны өнерден, эстетикалық санадан көреді екен. Көріп отырсыздар ғой. Соңынан орыстың ұлы жазушы ойшылы Достоевский осы ойға сай әсемдік әлемді құтқарады деген нақыл сөзді айтқан екен. Бағанағы мәліметтерге қарағанда Чернышевский делінген. Сондықтан бұл жерде даулы мәселе мына бірқатар сайт беттерінде Чернышевский айтты, Достоевский айтты деген таластар болған. Дегенмен де ол енді ақиқатқа аян бұл. Қалай болғанда да әсемдік әлемді құтқарады, ол өте мемға айналып кеткен танымал лозунг десек болады. Әсемдік жайлы күннің шығуы мен батуы, аралардың ұясы, неше түрлі гүлдердің түрлері мен иістері, құстардың неше түрлі безенуі, жануарлардың дене құрылысының әсемдігі бәрі де бізді таңғалдырады. Өйткені дүниедегі әр затқа шексіз ақыл ойдың тудырған идеалды ұғымы сәйкес келеді деп көрсетеді екен. Универсумды сипаттай отырып Шеллинг. Шеллинг ғылым біле бермейтін нәрсені өнер біледі деп айтумен шектелмей, ғылымнан бұрын өнер біледі. Ал ғылым негіздеп біледі, бірақ өнерден кейін ғана біледі деп көрсетеді. Бәлкім бұл жерде өнер адамдарындағы интуиция, шабыт көмекке келетін шығар. Сондықтан өнер ғылымға қарағанда бір саты жоғары тұрады деп көрсеткен кездерде болыпты Шеллингтің. Шеллингтің емес, Мырзалының. Генийлер хақында да айтқан, оны скриншот жасап алсаңыздар болады. Скриншот жасап алсаңыздар болады. Өнердің түрлері туралы негізінен екіге бөледі екен: реалдық өнерлер және лира, эпос, драмалық өнерлер деп. Яғни реалдық өнерге музыканы, суретті, архитектураны, скульптураны жатқызады. Ал екіншісіне лириканы, эпосты және драманы жатқызады. Дегенмен де музыканы осы екіншісіне жатқызғанда барлығы дұрыс болып кетермеді. Поэзия туралы да ең биік өнер деп көрсеткен екен. Поэзияда философиялық ой-өрістің шеңберінде ашылмаған болмыстың сырлары ашылады деп көрсетеді. Енді Құдай идеяларына қатысты бар екенін көрсетіп, өнерді сүйіп түсінудің өзі Құдайдың адамға жауған нұры деген деп пікір айтқан екен. Сондықтан бұл Шеллинг саналы ғұмырын осы
өнер философиясына арнаған кісі. Енді 19 ғасырға келсек, ағартушылық романтизмнен, реализмнен декаденттілік келіп, оны алмастырады. Ницше де бұл ойларын айтады. Ары қарай 19 ғасырдың 50-ші жылдарынан кейін индустриалдық қоғам негіздерінің жүйелік дағдарысы рухани мәдениеттегі құлдырауды нақтылықтан кетіп өзге мәдениет негіздерін іздестіруді туғызған екен. Бұл мәдениеттің негізгі бағыттарына импрессионизм, постимпрессионизм, символизм, модернизм жатқан болса, кейіннен 20 ғасырда ол модернизм постмодернизмге ұласып кетеді екен. Бұнымен қабаттаса неомифологизм, семантизм, семантика қалыптасып, бұлардың барлығы тиісінше әрекет еткен. Өнер ешқашан өлмейді. Өнерлі адам да өлмейді. Материалдық байлық қаншалықты көп болғанмен ол шектелген. Егер байлықтың жартысын үлестірген болсаңыз, жартысы ғана өзіңізде қалады. Бәрін үлестірсеңіз, өзіңізде түк қалмайды. Ал рухани байлық шексіз. Оны түгел таратсаңыз, азаймайды. Азаймағаны былай тұрсын, таратқан сайын тіпті еселеніп көбейе береді екен. Сондықтан ғалымның хаты өлмейді деген сияқты Құрманғазы бабамыз мысалы өмірден өтіп кетсе де, оның рухы әр қазақтың жүрегінде сақтала бермек. Ол өлген жоқ. Өнер арқылы өмір сүріп жүр. Кешегі өтіп кеткен Әміре Қашаубаев та, Жұбан Молдағалиев та, барлығы осы өлген жоқ. Өнері арқылы тірі. Гүлжихан Нұрышев апайларыңыздың көрсеткен өнердің функцияларын қарап алыңыздар. Танымдық функция атқарады екен өнер алдымен. Әрине танымдық атқарады. Тәрбиелік функция атқарады екен. Эстетикалық функция, гедоникалық функция атқарады екен. Бағана айтып өттік қой жаңағы. Өнер әрқашанда адамға ләззат береді деп. Тұлғалық сипатқа ие. Тұлғаға қатысты, яғни тұлғаның ерекшеліктерін бейнелейді. Өнер қоғамдық сананың басқа формаларымен, әсіресе саясатпен тығыз байланысты. Бірақ нағыз өнер саясаттан жоғары тұру тиіс. Ал өнер саяси тапсырмаларды орындаушыға айналғанда өзіндік құндылығын жоғалтады. Өте жақсы айтылған толық келісуге тұрарлық ойлар. Бұл жерде өнердің түрлерін тағы да қарастырамыз. Бағанағы Шеллингтің көрсеткен екі түрінен бөлек. Енді би өнерінен қатар мына қазіргі кезде соңғы 10 жылдықта спорттың түрлерін де өнерге қосып, спорттық өнерлерді айтып жүр. Оған дейінгі әдебиеттерге қарасақ, өнерге спорттың түрлерін қоспаған. Сондықтан мен спорттың түрлерін барлығын емес, бірқатар түрлерін өнердің санатына қосып жатқанымда айта кеткім келеді. Қастеев атамыз өнерді таулардың бұлағынан, қойдың құлағынан, апамның киізінен, қошқардың мүйізінен үйрендім деген екен. Нақты түрлерінде ғана өмір сүреді ғой енді. Түрлерге бөлінудің принципі нақтылықтың эстетикалық байлығына сүйенетін әлемді көркемдік игеру саласындағы адамның қоғамдық практикасының типтерінің алуан түрлігі болып саналады. Өте күрделі, түрлері де көп вариациялы. Түрлерінен қарасақ, мінекейіңіздер, өте көп өнердің. Дегенмен өте көп болғанымен критерийлер бойынша бөлінеді, бірақ бір өнердің түрі басқа бір түрде қайталанады.
басқа бір түрде. Жалпы алып қарасақ, кеңістіктік өнерді, уақыттық өнерді және синтетикалық өнерді бөліп көрсетуімізге болады екен. Кеңістіктік өнер ол енді көзге көрінетін, көзбен көретін өнеріміз болса, уақыттық өнер ол құлаққа естілетін өнер. Әндер тағы басқа. Кеңістіктік жаңағы архитектура. Енді бір кеңістікте орын алып тұр ғой. Ескерткіш, мүсін. Кеңістікте орын алып тұр емес па? Орын алып тұр. Сондықтан кеңістіктік түсіндіре кетейін. Уақыттық. Ал жаңағы өлең. Ол кеңістікте 3 метр, биіктігі 14 метр болып орын алып тұрған өлеңді білесіздер ма? Әрине, ондай өлең болмайды. Енді түсінікті деп ойлаймын. Кеңістіктік, уақыттық ол кейде синтетикалық деп айтылады. Яғни бұда көзбен көрінетін де, құлақпен естілетін де элементтер бар өнер түрлері екен. Түрден бөлек жанрлары болады өнердің. Портрет, натюрморт, пейзаж, жаңағы сурет өнерінің жанры, тұрмыстық, аналитикалық, тарихи секілді көптеген жанрлар бар. Жалпы алғанда енді айтып өткенім, атап өткенім артық болмас. Дизайн, графика, мүсін өнері, архитектура, декоративті қолданбалы өнері, живопись, фото өнер, бейнелеу, тектоникалық өнер, әдебиет, кино, театр, цирк, ән, музыка, эстрада, опера, хореография, би, балет, спорттық өнері, боди-арт, не өстіп кете береді екен өнердің түрлері. Бірнеше түріне тоқталайық. Ең ежелгі, қазіргі кезде де дамып келе жатқан түрінің бірі қолданбалы өнер. Бұл қалмайды, бірақ бірте-бірте енді аясы тарылып қалады. Өнеркәсіпте суретшінің келуімен дизайнның дамуы басталды. Енді сәулет өнері ол, архитектура ол тамаша ғаламат қазіргі таңда біздің қалаларымызда көркейіп келеді. Астанада өздеріңіз білесіздер, Абу-Даби плаза, Тұлпар кешені салынғалы жатыр. Дубайдағы Бурдж Дубай, Малайзиядағы Куала Лумпурдағы Петронас деген ғимаратты білетін шығарсыздар. Сингапур, Гонконг, міне осындай жаңағы архитектуралары өте дамып кеткен. Токио, Нью-Йорк, Empire State Building мысалы. Сондықтан бұл архитектура ол өте ерекше өнердің саласы болып саналады. Енді живопись ол түсінікті деп ойлаймын. Графикалық түрде бәрін көрсетуден туындайды. Мүсін бұл көріп отырсыздар, тастардан, басқа да жаңағы гранит, әртүрлі ағаштан да жасалады, тіпті мұздан да жасап жатады. Атакенттің қасындағы Ақдейінді білетін шығарсыздар, я? Ол енді жартылай мүсін өнеріне де жатады, декоративтіге де жатады. Былайша айтқанда ол кешендік, жаңағыдай синтетикалық өнерге жатады. Көктөбедегі Битлздың мүсінін білеміз бәріміз. Әдебиет енді ол ерекше әдебиет. Әлемді көркем сөзбен игереді ғой әдебиет. Бұны енді айтудың өзі артық. Театр ол түсінікті. Театр өте күрделі өнер. Драмалық әрекет арқылы көркемдік тұрғыда игеретін, оны актерлар ойнайтын өнер. Одан бөлек драматургтердің ісі бар, декораторлар, бишілер де кейде кірісіп кетеді. Сондықтан бұл қойылымда, спектакльде өте бір коллективпен, ұжыммен атқарылатын өнердің түрлері. Басты ерекшелік осы. Жаңағы жерге түрдің арасында ұжымдық және жеке дара деп
қосып қойсам деп ойлап едім, бірақ қазір түсіндіріп айтайын. Иә, мынау командалық өнер. Жеке дара орындаушылардың да өнері болады. Ал енді балалар, мына бүгінгі тақырып аяқталып келе жатыр. Енді мынау өз беттеріңізше, егер өздеріңіз тереңнен белгілеріңіз келсе, өнер гносеологиясы, өнер антологиясы, өнер аксиологиясы, өнер социологиясы сияқты және осыған туыстас тақырыптарды іздеп, өз беттеріңізбен рухани көкжиектеріңізді кеңейтсеңіздер болады. Өнердің шежіресіне келсек, мен енді оны өзім жазып едім. Бастапқыда қара түнек хаос болған, одан космос пайда болды. Космостан табиғат, яғни натура немесе физика пайда болды. Адамдар ой кешті, тылсым сырларға өңілді. Бұл метафизиканы туындатты. Адамдар табиғаттан керегін алып қана қоймай, өз ыңғайына қарай табиғатты өңдеді, өзгертті, жасады, культивациялады. Бұдан екінші табиғат жасанды нәрселер, яғни искусство, мәдениет, яғни культура пайда болды. Мәдениеттен, яғни культурадан материалдық мәдениет, рухани мәдениет және көркем мәдениет өрбіді. Материалдық мәдениеттен өзіміздің тәніміз, техника, тағы басқалары пайда болса, рухани мәдениеттен ақыл, ғылым секілді формалар пайда болды. Ал көркем мәдениеттен эмоция және осы бүгінгі тақырыптың өзегі болып отырған өнер пайда болды. Ал өнерден оның қандай формалар өрбігенін бүгінгі дәрістен естіп білдіңіздер. Қорытындыға жақындайтын болсақ, өнер ғылымнан несімен ерекшеленеді? Әртүрлі формада көрінетін көркем образдар жасайтындығымен ерекшеленеді екен. Өнер эстетикалық өңделген рух депті Гегель. Өнердегі негізгі ұғым схемалар мен аллегориялар емес, олар символдар деп көрсетеді Шеллинг. Өнер эстетикалық сананың жоғарғы формасы. Өнер мәдениеттің тасымалдаушысы, ғасырдан ғасырға мәдениетті сабақтастырушы. Өнер тарихты айшықтаушы. Өнер ұлттың болмысын айқындаушы. Өнерді түсіну емес, түйсіну керек. Өнердің өз тілі бар. Сонымен өнерде және өнер туындысында өнерпаздың сезімі ғана емес, оның қиялы мен шабыты да, білімі мен білігі де, дарыны мен таланты да, бұлар ғана емес, жасампаздың өмір салты да, еркі мен табандылығы, кейде жанқиярлық әрекеті, және осылардың барлығының синкреттілігі жатыр. Мінекейіңіздер, міне бүгін біз осы өнер философиясы тақырыбын аяқтап отырмыз. Байқасаңыздар, өткен жолғы еркіндік философиясына қарағанда күрделі тақырып болды. Әрине, еркіндік философиясы күрделі емес, қарапайым деген ой туындамау керек. Мен ол кезде қысқа дәріс жасадым. Бұл дәрісім осы 50 минутқа арнайы екшелініп жасалды. Аман сау болыңыздар.